Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді дүмбілама жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай мен барлығын ірі етіп турап аламын. Картоптарымызды жуып тазалап, осылай ірі етіп турап аламын. Картопымыз дайын. Енді кезекте бір дана сәбіз және бір дана пияз ашып қойдым. Осыларды да осылай орташа қалыңдықта турап алатын боламын. Пиязымызды дәл солай орташа қалыңдықта турап алатын боламын. Көріп отырғаныңыздар, етті бөліп қойдым. Мен етті де ірі көлемде қылып турап қойдым, және капустаны да бөліп қойдым. Капустамыздың барлығын түгелдей аршып, осылай ірі қылып бөліп турап қойдым. Енді кезекте майымызды қыздырып, етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Енді кезекте пиязды саламыз. Пиязды да қызарғанша қуырамыз. Сәбізімізді де саламыз. Жақсылап қуырып аламыз барлығын. Және картопымызды салып қызарғанша қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Түрлі дәмдеуіштер салсаңыздар да болады. Енді кезекте аз ғана суымызды құйып, етімізді, осы салған салмамызды бетін капустамен бүркеп жабатын боламын. Дәл осылай жауып, бетін жауып, жай отта жарты сағат немесе 1 сағатқа жай отта пісіретін боламын. Қараңыздар, барлығы жақсы пісті. Енді кезекте бірінші капустамызды тарелкамыздың астына салып, бетіне дүмбілама тамағымызды салатын боламыз. Өте дәмді ас. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Капустаның өзі өте ерекше дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің дүмбіламамыз дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын.